Сәлеметсіңдер ме, оқушылары? Қазақ тілі сабағы 3-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 25-ші сабағымыздың тақырыбы Ф дыбысын өтетін боламыз. 24-ші жаттығуда жұмбақ берілген, жұмбақты оқып, шешуін табайық. Қос қоржынын артынып, қос құлақтай қалқиып тұратын бұл қай әріп? Әрине, Ф әріпі. Енді жұмбақтың шешуіндегі әріп қай дыбыстың таңбасы? Ол дыбыс туралы не білесің дейді. Ф дыбысы ол дауыссыз дыбыстың таңбасы және Ф дыбысы қатаң дауыссыз дыбысқа жатады. Жалғастырамыз. 25-ші жаттығуда Абдрахман Асылбековтың өлеңі берілген. Өлеңді жатқа жаз дейді. Фойеде ел жиналған, фестивальді тойлады. Фатима қыз финалда флейтада ойнады. Енді осы өлеңге қатысты төмендегі тапсырманы орындайық. Өлеңдегі Ф дыбысы бар сөздердің мағынасын дереккөздерден қарап түсіндір дейді. Бізде Ф-дан басталатын сөздер ол фойе, фестиваль, Фатима, финал және флейта деген сөздер. Енді фойе дегеніміз ол көрермендердің кино, спектакль басталар алдында немесе антракт кезінде демалып тыныстайтын залды айтады. Ал фестиваль дегеніміз бұл жаппай мерекелеу, музыка және театр өнері үздіксіз жетістіктерінің көрсетілімі және байқауын айтады. Ал Фатима дегеніміз ол қыз есімі. Финал дегеніміз бұл ең соңын айтады. Яғни фестивальдің соңын финал деп айтады. Ал флейта дегеніміз бұл музыкалық аспаптың түрі. Келесі тапсырма осы флейта қандай аспап дейді. Тағы қандай музыкалық аспаптарды білесің дейді. Флейта үрмелі музыкалық аспап. Флейтаның пайда болған жері Азия деп саналады. Алғашында халықтардың ұлы қоныс аударуы кейінірек кресттілер жорығы кезінде Еуропаға тараған. 15-17 ғасырларда флейта аспабы әбден жетіліп, өзінің шырқау биігіне жетті. Ол ағаштан немесе жезден жасалынатын аспап. Мінеке оқушылар, флейта туралы осындай деректер бар. Енді тағы да басқа қандай музыкалық аспаптарды білесің дейді. Біз музыкалық аспаптардан домбыра, жетіген, қобыз, сыбызғы, сазсырнай дегендерді білемін. Өздерінде басқа қандай аспап түрлерін білесіңдер, қосып жазсаңыздар болады. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Ф дыбысы бар сөздерді айтып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа дейді. Басқа да Ф дыбысы бар сөздерге ол фотоаппарат, фонетика, фирма, фабрика, футбол деген сөздер жатады. Енді бұл дыбыстардың айтылу ерекшелігіне байланысты бұлар қатаң түрде естіліп тұр. Енді төмендегі ережені мұқият есімізде сақтап алайық. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді, яғни сөздің басында, сөздің ортасында және сөздің соңында келеді. Мысалы, фабрика, телефон, телеграф деген сөздер жатады. Жалғастырамыз. 26-шы жаттығуда мәтін берілген. Мәтінді тыңдайық. Тақырыбы доп ойнаймын деп аталады. Өскенбайға апасы: балам, күн кешкірді, бұзауға бар деді. Өскенбай бұзау іздеуге шықты. Ауыл сыртында футбол ойнап жатқан балалардың қасынан өтіп бара жатқан. Әй, Өскенбай, мұнда кел, бізге бір адам жетпей жеңіліп жатырмыз деп айқайлады балалардың біреуі. Аздап ойнайын деп ойлады да жүгіріп барып ойынға қосыла кетті. Ойынның қызығына беріліп кеткендіктен бұзау Өскенбайдың есінен шығып кетті. Мінеке оқушылар, бұл мәтін Айса Хамзелұлының мәтіні болатын. Енді тапсырмаға назар аударайық. Мәтін не туралы дейді. Мәтін Өскенбай деген баланың доп ойнаймын деп бұзауын ұмытып кеткендігі туралы. Келесі мәтін неліктен доп ойнаймын деп аталған? Сен қандай ат қояр едің дейді. Енді бұған жауап беретін болсақ, себебі анасы Өскенбайды бұзау іздеуге жіберген болатын. Ал Өскенбай болса, доп ойнаймын деп анасының тапсырмасын ұмытып кеткендіктен осылай аталған.
Енді біз бұл мәтінді басқаша Өскенбайдың балалығы немесе ұмытшақ Өскенбай деген тақырыптардың біреуін қоюға болатын еді. Келесі тапсырма мәтінді өзің жалғастырып қалай аяқталатынын болжа дейді. Біраз уақыттан кейін ойын аяқталып, Өскенбай қараңғы түскенін байқайды. Енді бұзауды қараңғыда іздей алмайтынын түсініп, үйіне келді. Келсе, Өскенбайдың ағасы бұзауды әлде қашан әкеліп, қораға кіргізіп қойған екен. Ал Өскенбай өз ісінен ұялып, анасынан кешірім сұрады. Анасы ренжіген жоқ. Келесіде мұқият болуын ескертті. Мінекей мәтінді осылай аяқтауға болады. Келесі тапсырма төмендегі қай жауап сенің болжауыңа сәйкес келеді дейді. Ойымен бөліс. Бізде 5 жауап берілген, осының ішінде қайсысы сәйкес келеді, қайсысы келмейді. Оқып көрейік. Бірінші жауабымыз қараңғы түсіп кетсе де қорықпады дейді. Бұл жауап біздің болжамымызға сәйкес келмейді. Себебі қараңғы түсіп кеткеннен кейін бұзауды іздеу мүмкін емес. Келесі екінші жауап бұзауды іздемеді, себебі қараңғыда қорықты дейді. Жоқ, бұл жауапта біздің болжамымызға сәйкес келмеді. Келесі үшінші жауап анасы оған ренжіді дейді. Жоқ, бұл жауапта сәйкес келмейді, себебі анасы Өскенбайға ренжіген жоқ, ол тек қана келесіде мұқият болуын ескертті. Ал төртінші жауапқа бұзау өзі келді, анасы оған ренжіген жоқ дейді. Жоқ, бұзау өзі келмеді, бұзауды Өскенбайдың ағасы әкелді. Келесі бесінші жауап Өскенбай анасынан кешірім сұрады. Осы жауап сәйкес келеді, себебі біздің болжамымызда Өскенбай анасынан кешірім сұрады, ал анасы келесіде мұқият болуын ескерткен болатын. Оқушылар, бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.